Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Барлығымыз пендеміз. Бұл өмір қамшының сабындай қысқа екендігін өте кеш түсініп жатамыз. Уақыт шіркінде бізге бағына бермейді. Кейде жанымыздағы жақынымыздың да ішкі жан дүниесіне үңіліп, қал жағдайын білуге уақыт таба бермейміз. Тек кейін ғана әттең-ай деп санымызды соғып, өкініш өзегімізді өртейді. Тек сонда ғана жақсы адамның қадірін түсіне бастаймыз. Алайда ол кезде бәрі де тым кеш. Мен Алматы облысында 1940 жылы ауқатты отбасында дүниеге келдім. Арғы аталарымыз діни сауатты, сол өңірде әйгілі үлкен молда болған. Көздері ашық, жазу сызудан хабары бар кісілер болған екен. Әкем де сондай еді. Осы себепті біз де жастайымыздан хат танып, ілім-білім алуға көзіміздің ашық болуына барын салып, тәлім-тәрбие берді. Отбасымызда әжем, ата-анам, 2 ағам және 2 інім мен 8 жан едік. Әкем соғыс ардагері. Немістермен соғыста сол аяғына снаряд жарықшағы тиіп, госпитальда біраз жатып, ағашқа сүйеніп, аяғын сылтып басып елге оралған екен. Ол кезде мен шамамен 4 жастағы енді ғана ес біліп келе жатқан бала едім. Келген соң мал қарап, соны көбейтіп, ағаларыммен мал шаруашылығында еді. Әжем мен анам бие, сиыр сауып, үйден ағарған мен ет үзілмейтін тоқшылықта өстік. Мен жастайымнан білім құмар болып, ер жеткен соң да жоғары білім алып, мамандық иесі болдым. Өз ана тіліммен орыс тілінде еркін сөйлейтінмін. Бойым ұзын, шашым мен қасым қою, етім тірі, сөзшең келісті жігіт едім. Сымбатыма қарай жігіттің төресі болып, жас уағымда талай қыз қырқынның жүрегін жаулап, серілік құрып жүрдім. Кейін әкемнің арқасында ауылдағы совхоздың бас есепшісі болып қызметке тағайындалып, жақсы жұмыс істеп жүрдім. Жасым 27-ге келгенше қыз таңдап, үйленуге асықпай жүріп қалдым. Екінші ағам үйлі баранды болып, өз алдына отау тігіп бөлек шыққаннан кейін әке шешем, қашанғы осылай жүре бермексің? Саған кез келген қыз қуана тұрмысқа шығар еді. Бұл маңайда өзің секілді білімді, қызметі бар, жағдайы жақсы жігіттер кемде-кем. Бір шүйке басты тапта үйлен, болмаса кейінгі інілерің сенен бұрын үйленіп алады, деп қолқалай бастады. Ал мен сол баяғы қиялымдағы ұзын бойлы, қыпша белді, қасы қиылған, бота көзді, ерні шиедей, аузы оймақтай, қолаң шашты аруды кезіктіріп қаламын ба деп жүре бердім. Осылай жүргенімде бір күні әкем, тәкіш, кезекті демалысыңда оңтүстікте тұратын бір досыма қонаққа барамыз. Жол ұзақ, онда бірнеше күн боламыз. Сондағы дос жаранды аралап қайтамын. Сен менімен бірге барасың, ел көріп қыдырып демалып келесің. Ақырындап жолға жинала бер, деді. Біз үшін әкемнің айтқаны заң. Мінезі қатқыл, көп сөйлей бермейтін, бірдеңе айтса да дөп еткізіп, нық шешіммен айта салатын. Содан ол кісінің бұйрығын амал жоқ орындайсың. Анам мен әжем де әкемнің қас қабағына қарайтын. Анам әкемнің жанарынан ақ барын ұғып, оған мүлде қарсы келіп, бір ауыз сөз айтпайтын. Содан кезекті демалысымды алып, әкем екеуміз оңтүстікке қарай қазіргі Түркістан облысы Шымқаланың маңындағы әкемнің соғыста бірге болған досының ауылына қарай сапар шектік. Бір күн жүріп, әкемнің досының ауылына да жеттік. Бұл жаз мезгілі болатын. Таң атпастан күн деген шыжып, қайнап тұр. Сабырхан әкейді ол аумақтағылардың барлығы таниды екен. Сұрап-сұрастырып, бір үлкен дарбазаның алдына келдік. Қақпаны бір бойжеткен ашты. Әлгі қызға қарап аузым ашылып тұрып қалдым.
тура менің қиялымдағы, арманымдағы ару еді. Реңі келіскен аққұба жүзді, ұзын бойлы қыпша белді, қос анары діркілдеп көзге ұрып тұр. Қиғаш шие ерін оймағауыз, қолаң шаш бөксесіне дейін түседі. Көзім рентген құрылғысы секілді қасқағым сәтте әлгі бойжеткеннің барлық түр-тұлғасын сұқтана қарап өттім. Күмілжіген ботадай көздері мен бар болмысы жүрегімді дір еткізді. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, деп біздің кім екенімізді де сұрамастан үлкен үйге қарай бастап жүре берді. Даусы қандай шіркін, жібектей ау. Мен қыздың соңынан қарай, одан көз алмай әкеме ілесіп, аяғым шалынысып құлай жаздап жүре бердім. Әлгі сұлу маған қарап, менің мына түріме жымыңдап күліп қойды. Мен сонда да қысылмаймын. Оған қарап бір көзімді қысып қойдым. Алғаш әкем оңтүстікке барамыз дегенінде, іштей келгім келмей амал жоқ әкеме қарсы келе алмай бірге жүріп едім. Енді мына аруды кезіктіргелі, мені Құдайдың өзі алып келді дедім іштей. Есік ашыла бере ар жақтан, «Сәбиш, ол кім екен?» деп бірі әйел кісі шықты. Сөйтіп еді әкем, «Амансыңдар ма айналайын? Сабырхан қайда? Досымды іздеп келіп едім» деп еді ішкі бөлмеден. «О, досым-ау, сен бе едің?» деп еңгезердей бір қара кісі атып шыға келді. Сөйтіп әкемді бас салып құшақтап, «Сені де көретін күн бар екен ғой. Хабарсыз кетіп едің. Не өлі, не тірі екеніңді біле алмай қалдым ғой», деп көзіне жас алып, әкем екеуі сағынысып көрісті. Кіре беріс бөлмеде әйел кісілер бала шаға қаптап кетті. Барлығы бізбенен сәлемдесіп, қолымыздағы сөмкелерімізді алып, бірі құман мен тегеш әкеліп, қолымызға су құйып, төргі қонақ бөлмеге әп-сәтте көрпеше салып, дастархан жайып, абыр-сабыр болып кетті. Әкем мен Сабырхан әкей бір-бірін қайта-қайта құшып, арқаларынан қағып, шүйіркелесіп кетті. Сабырхан әкейіміз осы арада бір жігіттерге, «Семіз қойдың бірін сойыңдар, қазанасыңдар, Алатаудың бөктерінен алыстан досымыз деп келіпті», деп бұйрықты беріп қойды. Әлгі жігіттер «Жақсы көке» деп жылдан басып шығып кетті. Терезеден сыртқа қарасам, аула ішінде 2-3 әйел бойжеткен қыздар арасында сыңғырлап күліп бізді қарсы алған әлгі сұлуда жүр. Ішімнен бұл үйде қанша адам тұрады екен өзі, деп қоямын. Әлде туыстарым екен? Әлгі бойжеткен кім болды екен? Жұмбақ бойжеткен осы үйдің қызы ма екен? Деп бар ойым әлгі қызда еді. Әне-міне дегенше әкейдің осы жердегі біраз туыстары мен құрдастары, бір-екі көршілері жиналып, дастархан басында адам қарасы көбейіп қалды. Барлығы әкеммен амандасып, қал жағдайын сұрасып жатыр. Сабырхан әкей әкем жайлы, екеуінің соғыстағы ерліктері жайлы аңыз әңгімелерінің арқасында әкемді сырттай мұндағылардың барлығы біледі екен. Молдаш досы келді дегенді естіп, әкемді көріп амандаса кетейік деп келген екен. Сөйтіп 1-2 сағатта алдымызға ыстық бауырсақ пен қуырдақта келді. Осы жерде әкем біраз сөз сөйлеп, мені барлығына таныстырып өтті. Сонымен қатар досымды көріп, қазақтың салт дәстүрін берік ұстанған осы өңірден ұлыма қалыңдық іздей келдім дегенінде, әкеме таңданысты жүзбен жалт қараппын. Ал Сабырхан әкей, «Өй молдаш, екеуміз соғыстан аман есен елге оралсақ, достығымызды берік ету үшін құда боламыз демеп педік. Тура уағында келдің. Бой жетіп отырған қыздарым баршылық. Арты тойға ұласын», деп әкемді қолпаштай кетті. Менің ойым сансаққа кетті. Әкемнің іштей маған қатысты өз жоспары болған екен ғой. Мені босқа ертіп келмеген екен ғой. Дегенмен әлгі сұлуды жар етіп берсе, қарсы болмас едім деп, іштей көңілім бір толқып терезеден аулаға қарап, қиялымдағы аруымды, болашақ жарымды іздеп қарағыштай бердім. Жұмбақ қыз неде болса, осы үйдің қызы болар деп көкейімде белгісіз бір қуанышты сезім кернеп, үміт сәулесі жарқ ете қалды. Түскі ас ішіліп болған соң, келген адамдар тарқасып, адам аяғы да басылып қалды. Сабырхан әкей мен барлығымыз аяқ жазып, тоқ басарға сыртқа шықтық. Әкейдің ауласы кең екен. Бір аулада осы үлкен үйдің арғы жағында және 3 үй орналасқан екен. Бау-бақшасы жайқалып тұр.
Үйдің жанында бөлек қоршалған ұзыннан ұзақ мал қора салыныпты. Ол жаққа кіретін дарбазасы да бөлек екен. Есік алдында жүзім жемісі қайырыла өсіп тұр. Астында биік тапшаны бар. Жанынан арықтың суы сылдырлап ағып жатыр. Әкей осының барлығын аралатып, таныстырып болған соң, тапшанға көрпеше салғызып, жүзімнің көлеңкесінде жантайып жатып әкем екеуі әңгімелесе кетті. Мен мына ыстықтан терлеп тепшіп, мазасызданып отыр едім. Әкей маған қарап: «Тәкіш балам, жуынғың келсе бақша жақта душ бар», деді де, «Сәбира» деп айқайлап әлгі жұмбақ қызды шақыра бастады. Көп күттірмей сұлу қыз да жүгіре басып, дереу жанымызға келіп: «Ау әке» дегенінде іштей қыз екен ғой деп жаным жайланып қалғандай болды. Сәбираның екі беті алаулап, көзінің қырымен жымиып маған қарап қояды. Оны көрген сайын жүрегім дүрсілдеп кеудеме сыймай кететіндей. «Сабырхан әкей, мына тәкішке орамал беріп, душты көрсетіп жіберші» дегенінде, өз сөмкемде қажетті заттарымның барлығы бар. Өзім барып алайын деп орнымнан тұрдым. Сәбира үйге қарай жол бастап: «Сөмкеңіз қонақ бөлмеде, жүріңіз» деп алдыма түсті. Мен артынан ілесіп келе жатып, оның бөксесіне түсіп бұраңдап бара жатқан бұрымына көзім түсті. Ыстық самал мен одан аңқыған жұпар иісін құшырлана иіскеп келемін. Қаншама қыз қырқынды көрсем де, мына Сәбирашқа ерекше көңілім ауып, ғашық болдым десем де болады. Сөйтіп қонақ бөлмеге кіріп, сөмкемнен жуынатын заттарымды алып сыртқа шыққан соң, Сәбираш үйдің арт жағындағы бақша маңында тұрған душты көрсетіп: «Бөшке толып тұр, байқаңыз, су ыстық болып күйіп қалмаңыз», деп тырқылдап күлді. Сыңғырлаған күлкісі құтты қытығымды келтіріп жібергендей. Мен: «Суын қалай ағызамын, көрсетіп жіберсеңші», деп екеуміз де душқа кірдік. Ол қолын созып, жоғарыдағы бөшкенің су ағызатын жерін ашып жатыр еді, мен белінен қапсыра құшақтап алдым. Екеуміз екі жарты бір бүтіндей болып жүрегіміздің дүрсілін естіп тұрғандай едік. «Сондай сұлусың, Сәбираш, бір көргеннен жүрегімді жаулап алдың», деп едім ол. «Ой, не істеп жатырсыз, қойыңызшы» деп екі беті алаулап, жымия қолымды белінен қағып жіберді де жүгіре басып кетіп қалды. Мен бұл қыздың жанында өзімнің іс-әрекетіме есеп беруден қалып бара жатыр едім. Осы ару менің жарым болады деп, оның қыпша белі мен аңқыған жұпар иісіне масайып қала бердім. Сөйтіп аздан соң есімді жиып, жуынып, шайынып, біраз сергіп, әкемдердің жанына келсем, екеуі терлеп тепшіп, көк шай ішіп, шүйіркелесіп, әңгімелесіп отыр екен. Түс ауа бастаған уақыт еді. Сабырхан әкей кешке бүкіл отбасым жиналады. Сол кезде барлығымен таныстырамын деп айтып жатты. Мен суға түсіп алған соң бойым жеңілдеп, маужырап жатып көзім ілініп кетіпті. Бір кезде жылқының кісінеген, сиыр қойдың маңырап мөңіреген дауыстарынан оянып кеттім. Қарасам кеш болып қалыпты. Мал өрістен қайтып жатыр екен. Жанымда әкемдер әлі әңгімелесіп отыр екен. Аулада ошақ жақтан еттің иісі бұрқырап шығып жатыр. Ол жақтағы әйелдердің арасынан сұлу қыз көрінбейді. Менің түстегі ісімнен кейін ұялып жүрме. Өзім де бекер өйттім-ау деп, өз ісіме ыңғайсызданып ойланып қалдым. Осы кезде қақпа сарт етіп ашылды да, салтатты біреу кіріп келді. Шамалы қараңғы түсіп қалғандықтан бет бейнесі анық көрінбеді. Жаңа үйретілген асауат екені көрініп тұр. Ауыздығын шайнап аспанға шапшиды. Үстіндегі жігіт мықты екен. Тақымын қысып алып, аттың ауыздығын керіп ұстап алыпты. Асау қанша бұлқынса да бұлқ етпейді. Осы кезде әкей: «Өй, балаларды ал ары. Гүміш, байқасаң шай. Арғы дарбазадан кіргізбейсің бе?» «Болат әй, Болат, ашана қораны», деп айқайлап еді. Бір жігіт жүгіріп келіп, ар жақтағы қораның есігін ашып, салтатты сол жаққа қарай атымен алысып, жотасынан қамшымен осып-осып жіберіп қораға қарай шауып кетті. Әкем: «Аттың үстіндегі жігіт мықты екен, олың ба?» деп еді. Әкей қарқылдап күлді. «Қазір көресің, таныстырамын. Асықпа. Молдаш, қазір дастарқан жайылсын, кешкі астың үстінде отбасымның барлық мүшелерімен таныстырамын.
Ұлыңа да қалыңдық жайында сөйлесеміз дегенінде ару қыздың бейнесі көз алдыма келе қалды. Осы кезде әлгі шабандоз да жанымызға келіп, амансыздар ма? Хош келіпсіздер дегенде әкем екеуміздің таңданысымызда шек болмады. Жаңағы асаудың үстіндегі қыз бала екен. Сабырқан әкей, гүміш келе ғой. Мына кісі өздеріңе айтып жүрген Алматыдағы досым Молдабек әкей. Жанындағы ұлы Тәңірберген. Мені іздеп келіпті. Ал мына шабандоз бәйбішемнен туған жалғыз қызым Гүлім деп таныстырғанында әлгі қыздың ат құлағында ойнайтын өнеріне тәнті болдық. Әкем, бақытты бол айналайын, ат үстінде керемет отырады екенсің, деп таңданысын жасыра алмады. Гүлім, танысқаныма қуаныштымын. Әкем сізді аузынан тастамайтын. Келгеніңіз қандай жақсы болған, деді де, әке, мен жуынып, киімімді ауыстырып келейін деп, орнынан тұрып кетті. Бет жүзін анық көре алмасам да, сұлбасынан бойшаң етжеңді екенін байқап қалдым. Осы кезде бұл қыз бәйбішенің жалғыз қызы болса, Сәбира ше деген ой басыма сап ете қалды. Бұл сұрақтың күрмеуіне оранып, ойланып кетіппін. Бір кезде әкейдің бәйбішесі, сәке, дастарханға жүріңіздер, ет дайын болды деген соң, беті қолымызды шайып үйге кірдік. Төр жаққа жайғасқан соң, әкейдің отбасы мүшелері толық жиналды. Бір қауым ел болды. Үлкені бар, кішісі бар, арасында ару қызда, кішкентай балалар да бар. Құдай-ау, бұл үйде қанша адам тұрады өзі деп, іштей таңданып отырғанымда Сабырқан әкей отбасымен таныстыра бастады. Әкейдің 4 әйелі бар екен. Біз отырған үй бәйбішенікі екен. Ал ауладағы 3 үй кейінгі әйелдерінікі екен. Қазақта алдымен бәйбіше, екіншісі тоқал, үшіншісі сайқал, төртіншісі ақ қолтық деп атайды ғой. Ал осыдағы балашаға осы кейінгі 3 әйелінен екен. Бәйбішесі үйленген кейін біраз уақыт сәби сүйе алмай жүріп, жаңағы Гүлімді жасы өте босанып, онан кейін құрсақ көтере алмапты. Сөйтіп Сабырқан әкей соғысқа кетіп, ауыр жарақат алып, соғыс аяқталмай жатып елге оралғанда, сұм соғыс жалғыз інісін жалмап, бәйбіше келінін 2 баласымен қолына кіргізіп алыпты. Онан кейін аш жалаңаш жүрген бір жесірді де бір қызымен қолына кіргізіп алыпты. Сөйтіп және ешкімі жоқ, күйеуі соғыста қаза болған, басқа жақтан алып келген ақ қолтықты да аяп, бір баласымен қолына алып, 4 әйел әкей соғыстан оралғанша бір-біріне сүйеу болып, балаларына бір қазаннан тамақ беріп, азын аулақ малды бағып, егістіктен масақ теріп, күндерін көріп отырған екен. Әкей оралған соң бәйбіше, ініңнің әйелін әмеңгерлікпен аласың, ал ана екеуін 3-ші, 4-ші әйел етіп алып, жесір мен жетімдерге пана болып, қаңғыртпай, өз қанатыңның астына ал. Мен басқа құрсақ көтер алмадым. Осылармен ұрпағың көбейеді деп көндірген екен. Содан бір ауладан үй соғып, жесір мен жетімдерді қанатының астына алып, 4 әйелден ұрпақ өрбітіп, бір аулада тату-тәтті тұрып жатқан жайы бар екен. Кейінгі әйелдерінің балалары бәйбішені Дәу апа деп атайды екен. Бәйбіше өте ақылды, сабырлы, мейірімді жан екені көрініп тұр еді. Осы әулетті басқарып, күйеуінің балаларын бөліп жармай, барлығына мейірімін төгіп, бір аулада ұстап отыру деген оңай шаруа емес қой. Мұны естігенде әкем екеуміз аң-таң болдық. Жаңағы ару қыз 3-ші әйелмен еріп келген қыз болып шықты. Осы кезде бәйбішенің қызы Гүлім кіріп келді. Ол да аққұба келген, өте реңді еді. Ұзын бойлы етжеңді шымыр қыз екен. Қолаң шашы беліне түседі. Жаңағы шабандоз қыз бен мына ұзын көйлектегі қыз екеуі 2 басқа екен. Әкесі осы қызын ерекше жақсы көретіні байқалып тұр еді. Гүлімді төрге шығарып менің жаныма отырғызды. Бой жетіп отырған қыздары Сәбира мен осы Гүлім екен. Гүлім жаныма жайғасқанда, төмен жақта отырған Сәбираш отты жанарымен маған бір қарады да орнынан тұрып кетіп қалды. Оның мұнысын мен түсіне алмадым. Маған ренжулі ме екен деп ойлап қойдым. Ет жеп сорпа ішіп болған соң әкейдің кейінгі әйелдері мен
балалары өз үйлеріне тарқасты. Біз үлкен үйде қонақ бөлмеге жайғастық. Әкем досымен біраз уақытқа дейін әңгімелесіп отырды. Мен әлгі Сәбирашты ойлап, әкем осы қызды алып берер болса, үйленемін деп қиялдап жатқан болатынмын. Әлден соң әкем жаныма келіп, «Тәкіш, ұйықтап қалмадың ба?» деп сұрады. Мен, «Жоқ, жаңа күндіз ұйықтап алдым ғой» деп едім. Әкем, «Тәкіш, мен сені осында өзіңе қалыңдық көрейік деп ертіп келдім. Өзің көріп отырғандай, Сабырқан әкеңнің әулеті өте керемет. 4 әйелді ептеп бала шағасымен тату-тәтті тұрып жатқан жайы бар. Балалар да өте тәрбиелі. Досыммен құда боламын. Осы үйдің қызын саған жар етіп алып қайтамыз. Сабырқанмен бұл жайлы ақылдасып, сөйлесіп келісіп те қойдық дегенінде таң қалмадым. Әке дегеніңіз болсын. Маған Сәбира ұнады. Мен қарсы емеспін дей бергенімде әкем, «Сәбирасы әлгі 3-ші әйелмен еріп келген қыз ба? Ол Сабырқанның тұқымы емес қой. Тексізді қайтесің? Өй сен де, осынша жасқа келіп адам тани білмейді екенсің. Бәйбішенің қызы саған жақсы қатын болады. Шешесіне қарап қызын ал деген. Гүлімге үйленесің» деп шорт кесті. Сөйтті де, «Ал жатып ұйықта, ертең сөйлесеміз» деп теріс қарап жатып қалды. Қиялым сағым болып көзден ғайып болды. Әкемнің қыңыр мінезін білемін ғой. Айтқанынан қайтпайды. Оның шешімінен кейін біртүрлі жүрегім қысылып, жаным құлазып сала берді. Сәбираштың отты жанарының мәнісін енді ұққандай едім. Ертесінде таңғы ас үстінде Сабырқан әкей бар отбасы мүшелерін жинап, Гүлімді маған жар етіп беретіні жайлайтты. Бәйбіше көзіне жас алып бізге бақ тілеп маңдайымыздан сүйіп, қалған отбасы мүшелері де жаңа туыстығымызға құтты болсын айтып құттықтап жатты. Әкем де мәз болып арқамнан қағып, «Тәкіш көресің, осы қызбен бақытты боласың» деп бақ тілеп Гүлімнің маңдайынан сүйіп, Сабырқан досы екеуі төс қағыстырып, құда болып үй іші абыр-сабыр болып кетті. Тек менің көңіл қошым болмады. Бірақ ішкі күйзелісімді ешкімге білдірмедім. Сәбираға қарап едім, екеуміздің жанарымыз түйісіп қалды. Оның да жанарынан бір мұңды байқағандай болдым. Бір кезде жанарынан жас ыршып кетті де, жүзін төмен салып жүгіре басып қонақ бөлмеден шығып кетті. Терезеге қарап едім, бақша жаққа қарай жүгіре басып кетіп барады екен. Артынан барғым келіп қозғала бергенім сол еді, әкем жеңімнен тартып қалды. Сөйтсем көзі қырағы әкем мұның барлығын байқап тұр екен ғой. Хош, сонымен Гүліммен атастырылып, әкем болашақ келініне арнап әкелген сыйын бәйбішеге ұсынып жатты. Әкем болашақта алыстан көздейтін адам ғой. Осында мені үйлендіріп алып кетемін деген нық шешіммен дайындықпен келген екен ғой. Демек мұнан әжем мен анамның да хабары бар. Сый кәделерін қалың малына дейін даярлап, әкеме беріп жіберген. Әкем алғашқы жөн жоралғысының барлығын жасады. Сөйтіп ертесінде Гүлімнің өлі тірісін беретін болып, отбасы ақылдасып барлығын жоспарлай бастады. Қыздарын осы үйінен ұзатып бізбенен бірге қосып жіберетін болды. Ал әкем Алматыға оралған соң көп кешікпей құдалық той жасайтын болып, осындағыларды сонда күтуге алдын ала шақырып та қойды. Сонымен әп-сәтте тағдырымыз шешіліп, осы үйдің күйеу баласы болып шыға келдім. Ал Сәбирашты, ғашығымды, қиялымдағы ару қызды сол таңғы астан кейін мүлде көрмедім. Шешесінің үйінен шықпай қойды. Тек ертесінде ғана Гүлімнің өлі тірісін таратып жатқанда бірақ келді. Баяғы сыңғырлаған күлкісі жоқ. Апалары, «Сәбиш, әпкесін қимай көңіл қошы жоқ болып жүр» деп қояды. Шынымен солай ма? Ол жағын біле алмадым. Менің де жүрегім ауырып, ару қызды қимай, оған ұрланып қарай беремін. Бір кем дүние-ай, осынша жыл қиялдаған аруымды кезіктірдім ба дегенімде, тағдырдың жазғаны-ай, амал қанша. Әкеме қарсы келуге, тағдырға қарсы келуге батылдығым жетпеді. Сөйтіп онда және 2 күндей болып, Гүлімді қолынан ұстап жетектеп кете бердім. Көлікке отыра бергенімізде Сәбираш келіп, әпкесімен жылап қоштасты. Сөйтті де маған қарап, «Хош болыңыз, жездеке, бақытты болыңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша»
деп жанары жасқа толып қараған көзқарасы көпке дейін жадымнан кетпеді. Сөйтіп оңтүстіктен жарыммен бірге оралдым. Келген соң әжем мен анам, аға жеңгелерім, інілерім мен туыстарым бізді қуана қарсы алды. Гүлімнің басына ақ жаулық салып, қара шаңырақтың босағасын оң аяғымен аттатып, келін етіп түсіріп алды. Гүлім ата-анамның көптен күткен келіндері еді. Мал сойып туған туыс ауыл-аймақты шақырып, үлкен беташар той жасады. Той өткен соң кешқұрым жеңгелерім ақ жайма салып, жарымды қойныма әкеліп салып берді. Сөйтіп ешқандай сезімсіз жар құштым. Дегенмен уақыт өте келе Гүлімге де үйрене бастадым. Гүлімнің мінезі өте жайлы еді. Ақылды, сабырлы, үй шаруасын өте епті, шымыр қара жұмысқа төселген мықты келіншек болды. Осы үйдің бар шаруасын дөңгелетіп әкетті. Әжем мен анам келіндеріне дән риза еді. Күнде таңертең ерте тұрып, сиырды сауып, сүтін пісіріп, қою шайын демдеп, үлкендер шыққанда иіліп сәлемін салып, әжем мен әке шешемнің ақ батасын алып жүрді. Араға көп уақыт салмай-ақ аяғы ауырлады. Ата-анам келінінің іші білінбей жатып, құдаларды шақырып, бір міндетімізден құтылып алайық деп, осы орайда Гүлімнің ата-анасы мен бауырларын шақырып, құдалық той жасады. Осы кезде баяғы жүрек құрғыр өрекпіп, Сәбираш, сұлу қыз, ару қыз есіме түсіп, келген қонақтардың арасынан көзіммен соны іздей бердім. Алайда ару қыз келмепті. Сөйтсем Гүлімнің артынша әкесі құда түсіп келген бір кісілерге ұзатып жіберіпті. Содан ару қыз өзгенің құшағында біреудің жара танып кете барған екен ғой. Мұны естігенде көңілім құлазып, соңғы сәттегі Сәбираштың жанары жасқа шыланып, хош деген сәті көз алдыма келе берді. Тағдырыма налый алмаймын. Құдалық өткен соң баяғыдай өмірім жалғаса берді. Көп ұзамай тұңғыш ұлым дүниеге келді. Әке атанып бойымды бір керемет сезім биледі. Бір уыс болған ұлымды қолыма алғанымда еріксіз көзіме жас келді. Бір тамшыдан ғана жаратылған өзіңнен шыққан тұқымыңды, тұяғыңды, артыңда ізіңді жалғастырар ұрпағыңның жұпар иісін сезу деген қандай ғанибет еді. Үйдегілер де немерелерін қолға алып қуанып жүр. Әкем мені ерекше жақсы көретін еді. Тәкіштеп, өзге аға інілеріме қарағанда маған қатты сөйлей бермейтін. Осылай өмір сырғып өте берді. Гүлім екінші ұлыма аяғы ауырлағанда әжем кәріліктен дәм тұзы таусылып бақилық болды. Жаратқанның пешенемізге қанша ғұмырды жазғанын білмейміз ғой. Әжемізді арулап соңғы сапарына шығарып салдық. Әкеме анасының қазасы қатты батып, бірнеше күн жатып қалды. Тек уақыт өте келе ғана қайта қалпына түсе бастады. Тірі адам тіршілігін жасайды демекші, уақыт бір орнында тұрмайды, баяу сырғып өмір жалғасып жатты. Екінші ұлым дүниеге келді. Осылай Гүлім араға 1-2 жыл салып, бірінен кейін бірін босанып жатты. Мен баяғы жұмысымды істеп жүрдім. Әке шешем үйде, немерелерін қолдарын алып, бірін жетектеп, солардың қызығын тамашалап жүріп жатты. 2 інім де үйленіп, үйлі жайлы болды. Кейінірек жұмысым жоғарылап, сауда-саттық жағына қарай ауыстым. Іс-сапар мен көршілес елдерге шығатын болдым. Ата-анам мен бала-шағадан жырақтау шығып, бостандықты сезіне бастадым. Жасым 40-қа таяған уақытта көңіл шіркін алабұртып, жас иісті аңсайды екен. Қызметім бар, дүние байлықта жетеді. Әйелім жағдайымды жасап, жақсы күткеннен бабымда едім. Содан кезекті іс-сапармен Қырғыз елінің бас қаласына барғанымда әріптестеріммен мейрамханада тамақтанып отырып, Сәбирашты көргендей болдым. Ару қыз дегенімде баяғы нақ сол Сәбираш емес. Тура соның көшірмесі дегейсің. Сол мейрамханада даяшы болып жұмыс істейтін жап-жас сұлумен таныстым. Тап сол баяғы қылшылдаған 27 жастағы қалпыма қайта түстім десем де болады. Әлгі сұлуды көргенімде жүрегім дүрсілдеп тұла бойым шымырлап қоя берді.
Қырғыздағы соңғы іс сапарымнан кейін бар ойым әлгі сұлу махаббатқа ауды. Қанатыма жел бітіп, ақша бұлттардың арасында қалықтап ұшып жүргендей едім. Махаббатпен көктем айында танысқан болатынмын. Табиғатпен бірге менің де бар болмысым жаңарып, ерекше бір күйге түстім. Жұмыс бабын сылтауратып араға аз уақыт салып, Қырғызға және бардым. Бұл жолы арнайылап махаббатпен жолығуға іздеп бардым. Жұмысына барып кешкісін оңашада сөйлесуге шақырып едім, қарсы болмады. Сөйтіп жұмысы аяқталған соң қаланың у-шуынан тысқарылау жердегі бір мейрамхана мен қонақ үй комплексіне апарып, оңашада отырып сөйлестік. Қыз менен біршама жас кішілігі бар еді. Махаббаттың бойынан құдды Сабираны көретінмін. Түр тұлғасы анық соның жас уағындағы көшірмесі еді. Арманда кеткен Сабирашты, ару қызды қайта тапқандай керемет сезімде едім. Оны жоғалтып алатындай. Қалайда болса дегеніме көндіріп, онымен бірге болғым келді. Сезім мен нәпсінің жетегінде кетіп, осы ісімнің бұрыстығына мән беріп, тереңнен ойланбадым. Ойланғым да келмеді. Жасым келіп қалған әке-шешемнің, гүлімнің, балаларымның алдында кешірілмес күнәға батып жатсам да, осы күнімнен, осы шағымнан ләззат алғым келді. Махаббатта жас ерекшелігімізбен менің отбасылы екеніме қарсы болмады. Алматыға барып сонда жұмыс істеп, тұрақтап қалғысы келетіндігін айтты. Мен оның мұнысына тіптен қуанып, оған қолымнан келгенінше, сол жақтан жұмыста, тұратын пәтерде тауып беруге, қаржы жағынан да көмектесіп тұруға уәде еттім. Тек менімен бірге болсаң болғаны деп едім, ол қарсы болмады. Сөйтіп сол кеште мейрамханада махаббатпен шарап ішіп, әңгімелесіп, кеш соңында жоғарыдағы қонақ үйдің бір бөлмесін жалға алып, көңіліміз жарасып, сылқым сұлу махаббатпен керемет түнді өткіздім. Содан келесі айдың басында оны Алматыда күтіп алатын болып келісіп, құшағыма қысып, құшырлана иіскеп қимай-қимай Алматыға қайттым. Бір ай маған бір жылдай созылып кеткендей болды. Әйтеуір уағдаласқан күні автобекеттен күтіп алып, алдын ала Зейнеттегі бір орыс апаның жер үйінің алдындағы жалға алып қойған 2 бөлмелі кішірек временкасына алып бардым. Іші таза, жылы, жиһазы да бар шағын 2 бөлме махаббатқа да ұнады. Жайғасып болған соң жаңа жұмысының мекен-жайын беріп, ертесіне ерте сол мекемеге менің атымнан барасың деп, жұмыс орнында дайындап қойдым. Қош әйтеуір, не керек, махаббат жаныма жақын жерде. Көз алдымда жүрсе екен деп, бар жағдайын жасауға тырыстым. Ол орналасып алған соң онымен 2 күннің бірінде кездесіп тұратын болдық. Кейде үйдегілерге іс сапарға барамын деп, 2-3 күн деп махаббаттың жанында қонып қалатын болдым. Осылай жүргенімде бір күні гүлім іштей бірдеңені сезді ме? Тәкебай, осы сен соңғы күндері өзгеріп кеттің. Біреуді тауып алғаннан саумысың деп сұрақты төтесінен қойып қалғанда, сасып қалдым да артынша, тауып алсам қайтер едің? Сенің әкең секілді 4 әйел алмасам да, бір тоқалға қалай қарайсың? Анаң секілді сыйдыртып отырар ма едің? Деп мен де сұрағына сұрақпен төтесінен жауап қайырып едім. Гүлім, сен өзіңді менің әкеммен салыстырма. Әкем жетім мен жесірді өз панасын алып, сауапты іс жасады. Ол кезең соғыс уақыты еді. Анам апаларыма жаны ашып, жанына алып, әкемнің ұрпағы көбейсін деп, апаларым мен бауырларым жетімдіктің зарын тартпасын деп, әкемді үйленуге көндірді. Бұл тағдыр, ал сенікі нәпсі құмарлық, әлсіздік пен тоқшылықты көтер алмағандығың болар еді, деп қатты айтып тастады. Негізі гүлім мінезі салмақты болғанмен, қыз уағында небір асау аттарды қолға үйретіп, аттың құлағында ойнаған мықты қыз еді ғой. Өздігінен ешкімге артық ауыз сөз айтып, тиіспейтін. Ал себепсіз ашуына тиіп жатқанда, мірдің оғындай бір ауыз сөзімен жайпап салатын. Бұл оның жастайынан қалыптасқан мінезі еді. Осы уақыт аралығында маған 5 ұл бала туып берді. Ата-анама қарап,
балаларды тәрбиелеп, үйдің бар шаруасын дөңгелетіп отыратын. Кейде оған қарап отырып, өзімнің істеп жүрген ісіме іштей қатты қысылатынмын. Бірақ қылықты да тәтті махаббат арудан да бас тарта алмайтынмын. Махаббатты жанымдай жақсы көретінмін. Оның жанында бүкіл әлемді ұмытатынмын. Осылай екі жақта өмір сүріп жаттым. Уақыт өте махаббат. Тәкөн, мен қашанғы мына жалдамалы пәтерде тұра бермекпін. Маған үй алып берсеңші. Екінші әйелің болсам да разымын. Жасым болса өтіп барады. Сәби сүйгім келеді деп жиі айтатын болды. Бұл нәрсе менің де ойымда болатын. Ертеме кешпе осылай істемесем, Сәбираш секілді махаббаттан да айырылып қалудан қорқатынмын. Алайда мұны алдымен әкеме қалай айтпақпын? Гүлім мен ес біліп қалған ұлдарым ше? Олар қалай қабылдар екен деп басым қата бастады. Осылай жүргенімде бір күні махаббат аяғы ауыр екендігін айтты. Мұны күтпеп едім, абдырап қалдым. Енді бұл мәселені ертерек шешпесем болмайтын болды. Бірақ қанша оқталсам да әкеме айтуға бата алмай, махаббатқа әне міне деп уақытты созып жүре бердім. Уақыт деген зуылдап өте берді. Махаббат декреттік демалысқа шығып, босануға дайындала бастады. Бір күні әдеттегідей іс сапардамын деп махаббаттың жанында жатқанымда, хазайкамыз Жанна әжей, «Тако, сені телефонға шақырады» деп үйіне шақырды. Жанна әжейдің үйінің телефон нөмірін сенімді бір-екі досыма ғана берген болатынмын. Аса шұғыл жағдайда ғана хабарласыңдар деген болатынмын. Барып тұтқаны көтерсем, жақын досым екен. Әкем қатты науқастанып, ауруханаға түсіп қалыпты. Жағдай нашар дейді. Үйдегілер қиын жағдайда отырғандығын айтып, тез жетпесең болмайды деген соң, дереу көлікке отырдым. Сол кеште аздап шарап ішкен болатынмын. Алайда оған да қарамадым. Ауылға қарай құстай ұштым. Ауыл мен Алматының арасы 1 сағаттай жол еді. Үлкен трассада жоғары жылдамдықпен келе жатып, қараңғыда жолдан өтіп бара жатқан ірі қара малды қағып, көлігім 2-3 рет аударылып, көлікке қысылып есімді жоғалтыппын. Содан қанша жатқаным белгісіз ауруханада есімді жидым. Кеудемді көтере алмай, аяқтарым жансызданып қалған секілді. Бір кезде медбике келіп дәрігерді шақыртты. Дәрігер қабырғам мен аяғым сынып, басыма зақым келгенін, ота жасалғанын айтты. Енді біраз уақыт біздің бақылауымызда боласыз. Тез сауығып кетіңіз деп, жағдайымды тексеріп шығып кетті. Ал жақындарымнан ешкім жоқ. Медбикеден сұрап едім, әйеліңіз осында, қазір келеді деді. Бір кезде бет-аузы ісініп, жүзі солғын тартқан Гүлім кіріп келіп, мені көре салып, «Тәкебай, атамнан айырылып қалдық, бекем бол» деп булығып жылап жіберді. Мұны естігенде төбемнен жай түскендей болды. Әкем соңғы кездері оқ тиген аяғы қақсап, кей түндері көз ілмей шығады екен. Соғыстан қалған іс. Жасы келген сайын денсаулығы сыр беріп жүреді. Алайда мұнысын анамнан басқаға білдірмеуге тырысады екен. Балаларым ойымдамасын дегені болар, өзі де мінезі тұйық адам еді ғой. Әкемнің өмірінің соңғы сәтінде жанында бола алмай, жете алмай қалдым. Денсаулығыма байланысты қабіріне бір уыс топырақ салуға да бара алмадым. Әкемнің жаназасында жалғыз өзім кереуетке таңылып, өзегім өртеніп, іштей өз-өзімді кінәлап, екі көзімнен жас парлап, шарасыздықтан үн-түнсіз төбеге телміріп жаттым да қойдым. Ертесінде балаларымды алып, бауырларым мен Гүлім келіпті. Анамның мазасы болмай үйде жатыр дейді. Махаббатпен алданып, қу нәпсіге еріп, көңілдесіммен бақыттан басым айналып жүргенімде, әкем ауырып жүрген екен ғой. Кейінгі уақытта бар ойым үйден жырақта болып, отбасыма көңіл бөлуді қойған екенмін. Әке шешеме де қарамаппын. Адам секілді қал жағдайларын біліп, шүйіркелесіп әңгімелесуден қалған екенмін. Әкемді ойлап, өкінішім өзегімді өртеді. Жүрегім қысылып жаным ауырды. Осы орайда әкемнің мезгілсіз қазасынан махаббаттың жайы да ұмыт болды. Өзімнің жатысы мынау,
Өздігімнен тұра алмаймын. Жүре алмаймын, тіпті отырып адам секілді аста іше алмаймын. Гүлімге күнім қарап қалды. Ауруханада мені жас балаша тамақтандырып, тосып, астымды тазалап отырған жайы бар. Одан қалса әкемнің қазасына көңіл айтып келушілер бар. Анамның жайы белгілі. Үйдегі малжан бар. Ұлдарымның сабағы дегендей. Бәрінен бұрын Гүлімге көп салмақ түсті. Байғұс бәйбішем сонда да ештеңесін білдірмей жалғыз өзі барлығына қарайлап, екі ортада шыргөбелек болып жүрді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін ауруханадан шығып үйге оралдым. Ағашқа сүйеніп ақырындап жүре бастап едім. Ол кезде сымсыз ұялы телефон деген жоқ. Үйдегі телефоннан махаббатқа хабарласудың ретін таппай жүргенімде, үйге жағдайымды сұрап жақын досым келді. Екеуміз оңаша қалғанымызда, махаббаттың мерзімінен бұрын қыз бала босанғанын айтты. Байғұс мен ұшты күйлі жоқ болып кеткен соң, не істерін білмей қатты уайымдапты. Жұмыс жағынанмын деп, осы үйге қоңырау шалған екен. Тұтқаны үлкен ұлым көтеріп, менің ауруханада жатқанымды айтыпты. Көлік апатына түсіп, жүре алмай қалғанымды да содан естіпті. Қазір өзі ауруханада жатыр екен. Мұны естіген соң қалаға баруым қажет екенін түсіндім. Қандай болмасын менің баламды дүниеге әкелді ғой. Алайда көп отыра алмаймын. Өздігімнен жүре алмаймын. Енді ғана ес жиып, бас көтеріп отырғаным осы еді. Содан досыма махаббатты табыстап, оған мен аяққа тұрғанша көмектесе тұруын өтініп, біраз қаражат беріп жібердім. Бар жағдайымды түсіндіріп айтарсың. Ауруханадан шыққан соң хабарласамын деп, сәлем айтып шығарып салдым. Іштей көңілім құлазып, қызды болғаныма да қуана алмадым. Өйткені әкемнің қазасынан кейін әлі де өз-өзіме келе алмай жүредім. Өзімді кінәлі санайтынмын. Осылай жүргенімде әкемнің қырқы да келді. Жақындарымыз жиналып, әкемнің әруағына мал сойып, Құран бағыштап болған соң, денем құрысып, өз бөлмеме кіріп жатып қалған болатынмын. Көзім ілініп кетіпті. Бір кезде анамның, «Әй, тәкіш, қараң қалғыр, тұр орныңнан» деп, мені жұлқи сөйлеген анамның даусынан оянып кеттім. Қарасам үстімнен анам төніп тұр. Қабағы қатулы. «Апа, не болып қалды?» деп ақырын орнымнан қозғалып отырып едім. Есіктен қолына ақ жөргекке оралған нәрестені көтеріп, Гүлім кірді. Екі кештің арасында ұйықтағаннан ба, басым меңзең болып, өң мен түсімді ажырата алмай отырғанымда, анам, біз сені отбасын асыраймын деп, жұмыс істеп жүрме десек, қалада бір қатынмен әуее болып, бала тудырыпсың ғой. Ол сайқалың мына бейкүнә нәрестені сенің қызың деп, Гүлімнің қолына ұстатып тайып тұрыпты. Осы распа дегенінде төбемнен жай түскендей болды. Гүлімге қарасам нәрестені көтерген күйі, екі бетін жас жуып, маған сұраулы жүзбен қарап тұр екен. Қапелімде не дерімді білмей, аузыма сөз түспей қалды. Қалайша, махаббат қалай ғана үйіме келіп, қызымызды тастап кеткен. Бұл мүмкін емес деп іштей күбірлеп, Гүлімнің қолындағы нәрестеге жақындап, бетін ашып қарасам, томпиып, пысылдап ұйықтап жатыр екен. Осы жерде іштегі бар өкінішім, әкеме деген сағынышым, істеген күнәларым үшін ар-ожданым қысып, намыстанып, ұяттан өртеніп, ащы өксік тамағыма тығылып тұрды да, тізерлеп отыра кетіп еңкілдеп жылап жібердім. Өз-өзімді тоқтата алар емеспін. Менен мұндайды күтпеді ме, анам мен Гүлім абдырап қарап қалды. Анам да отыра қалып, «Тәкішай, қойшей, мұның не? Еркек емессің бе? Еңкілдеп жылағаның не? Өксігіңді басып дұрыстап түсіндірші» деп жатыр. Гүлім баланы кереуетке жатқыза салды да барып суа келіп, «Тәкебай, қойшы, мұның не? Балаларды шоштарсың. Қойшы енді. Дұрыстап айтшы, әлгі махаббат деген әйелдің айтып кеткені рас па? Мына нәресте расында
Сенің қызың ба деп сұрап жатыр. Менде оған қарауға бет жоқ. Басымды изей бердім. Су ішсем де өксігімді басалар емеспін. Содан анам маған қатулы көзімен бір қарады да шығып кетті. Гүлім үндемей орнынан тұрды да, обал жоқ саған Тәкебай. Іштей сенің басқа біреуің бар екенін сезетінмін. Қояды ғой, уақытша болар деп іштей күйзелсем де өзіңе білдірмедім. Өйткені сенің маған ешқандай сезімсіз үйленгеніңді білемін. Алайда осындайға дейін жеткізеді деп ойламаппын. Нәрестенің не жазығы бар еді? Әлгі нақ сүйерің, Сәбиштің жас кезінен аумайды екен. Онымен не үшін әуее болғаныңды да түсіндім. Амалым қанша, мен де әкеме қарсы келе алмадым. Оның үстіне өзіңді де ұнатып қалған едім. Мені сүймесе де мен оны сүйемін. Бар махаббатым мен жүрегіңді жаулап алармын деп ойлаған болатынмын. Алайда қателескен екенмін. Мұны жаңағы келіншекті көргенде түсіндім. Енді қаншалықты қайғырсаң да ол мені іздемеңдер. Еліме қайтамын. Мына қызды әкесі өзі бағып алсын деп менің қолыма ұстатты да, мен әй деп сөйлегенімше келген көлігіне отырды да ызғып кетіп қалды. Тәкіш, қызың екені рас болса, далаға тастамаймыз ғой. Ел не десе де бауырымызға басып бағып аламыз. Сен балаға қарай тұр. Мен барып, көрші Айманның үйінен ешкінің сүтін алып келейін деп, көзінің жасын сүртіп шығып кетті. Гүлімнің адамгершілігіне риза болдым. Қайран әкешім, шешесіне қарап қызын ал деп текке айтпаған екен ғой, деп әкемді еске алдым. Ал қылықты да тәтті махаббаттың бұлай істегеніне қатты күйзелдім. Мені сүйемін, екінші әйелің болсам да разымын деген махаббат кішкене қиындыққа шыдай алмады. Іштен шыққан баласын тастап тайып тұрды. Аз ғана шыдай тұрса болатын еді ғой деп, бойымда ашу ыза кернеді. Тұра тұр жаным, аяққа тұрып алайын, бәрібір іздеп тауып аламын. Осы істегенің үшін жауап бересің деп кіжіндім. Содан Гүлім махаббаттың қызын бауырына басып қарай бастады. Анам мен ұлдарыма өзі түсіндіріп айтыпты. Анам маған әлі де ашулы еді. Біраз уақытқа дейін сөйлеспей жүрді. Тірі адам тіршілігін жасайды дегендей, мен де аяққа тұрып, қайта жұмысқа шықтым. Махаббатты іздеп Қырғызға бармадым. Өйткен анам, Тәкіш, осыдан әлгі шөп желкені іздеп, отбасыңның шырқын бұзып, даладан тауып келген қызыңды өз баласындай қарап отырған адал жарың Гүлімнің көңіліне қаяу салар болсаң, мен сені өлілгенше кешірмеймін. Олай істер болсаң, сен шіріген жұмыртқасың деген сөзінен кейін махаббатты іздеп, тауып аламын деген ойымнан айныдым. Алайда оны ойласам, ішім күйетін. Сол іштегі күйікті басу үшін ащы суға әуес бола бастадым. Кеңес үкіметінің кезінде ащы судан татып алмайтын адам кем де кем еді ғой. Әріптестерімнің басым көпшілігі онсыз жиын той өткізбейтін. Орыстар бізге оны ішуді үйреткенмен, мөлшерін үйретпепті. Әкемнің көзі кеткелі ішімдікке әуес болып, әріптестеріммен бірге бір сылтау тауып демалыс күндері жиі бас қосып, ащы судан аздап сілтейтін болдым. Кейінірек мұндай кештерімізге бойдақ келіншектер де қосылатын болды. Мұндай ортада жаным жай тауып, көңілім көтеріліп, сергіп қайтатынмын. Іс сапарға шыққанымда қылмыңдаған келіншектердің көңілін тауып, күнәға белшемнен батып жүредім. Менің бұл жүрісіме Гүлім үндемейтін. Кей түндерде мұрны пышылдап, көзінің жасын ешкімге білдірмей сығып алатын. Оның мұнысын байқасам да байқамағансып, түк болмағансып жүре беретінмін. Ес жиып ақыл тоқтататын кезде керісінше шайтан азғырып, тура жолдан тайдым. Пендешілікке салынып, қу нәпсінің жетегіне ере бердім. Құдай қосқан некелі адал жарымның, балаларымның анасын қадірлемедім. Үйдің бар тіршілігін ауыртпалығын. Сен кезінде шабандоз болған тақымы мықты қыз едің ғой. Қазір де өз бабыңда мықты қатынсың ғой деп, әзіл қалжыңы аралас Гүлімнің мойнына іліп қоя салған едім.
Ұлдарымның сабақ үлгерімін, үйдегі мал жанға да қарамаппын. Сұсты жанарынан ақ мысы басып тұратын әкем кеткелі, арқаны кеңге салдым. Жол апатына түсіп, бір өлімнен қалсам да тәубеме келмедім. Әкемнің қазасы да уақыт өте келе ұмытыла бастады. Тек кейде оның болашақ жайлы ескертіп айтқан ақылы тура келіп жатқанда ғана, іштей оны ойлап, жаным ауырып қалатын. Мұндай ойлардан арылу үшін де ащы судан татып алатынмын. Кейде қатты қызып қалып, мыжыңдап көп сөйлей бастағанымда, гүлім қолтығымнан демеп бөлмеме апарып жатқызып қоятын. Еш кінәсі жоқ періште гүлімге де кейде әкіреңдеп, ұрса кететінмін. Тіпті қараптан қарап құтырып, қол жұмсағымда келетін. Мұндайда бәйбішем екі қолымнан ұстап алып, үстіме шығып, тақымын қысып алып қимылдауыма мұрша бермей қоятын. Біраз жасқа келсе де гүлімнің күші таймаған, әлі де мықты еді. Содан мен қойдым гүлеке болды деп қоя салатынмын. Жасы келіп қалған анам да кейде мені жас баладай көріп, «Әй, тәкіш, сенің мына ішкенің мүлде дұрыс емес. Мұның не сенің? Не жетпейді саған? Отбасың бала шағаң бар. Жаныңда асты үстіңе түсіп бәйек болған әйелің бар. Қойсаңшы мұныңды. Ұлдарың ер жетіп қалды. Ел жұрттан да ұят емес бе?» деп кейде тәубеме түсіріп қоятын. Мұндайда жақсы апа деп біраз уақыт ішпей, жақсы болып жүретінмін де, достарыммен кезекті бір жиында және тойып алатынмын. Бір күні қалада осындай бір жиында орыстың Надежда атты бойдақ келіншегімен танысып, ащы судың арқасында таңертең сол келіншектің үйінде, оның қойнында ояндым. Менің қолдаушыларым, жалғасын келесі бөлімнен тыңдай аласыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.